қансуларды қолға алып, осы қазақы ғұрыпты қолға ұстап жүрген азамат бүгінгі таңда бүркіт баптап жатыр. Ұстап жатыр. Дастан мырза, сізді қош көрдік. Мына балақан бүркіт па? Балақан бүркіт. Қолға үйретіп жатқан. Шәулі ғой. Өзіміз бір қарсақ алдық. Бір қарсақ қоянға салған жоқпыз, түлкіге салған жоқпыз. Қарсақ алдық. Енді Қансонарда тақа көп уақыт болған жоқ, онымен шығатын. Сол кезде әлі кішкене асаулау болып, енді үйреніп келе жатқанбыз. Аллаға жамандық болса енді аңға толық салынады деп ойлаймын. Бұны қалай баптайсыздар сонда? Баптағанда бұның өзінің бабы сондай қатты қиын емес. Білетін адамға, білмейтін адамға енді түсінбейді ғой көбі. Көбі түсіне қоймайды. Көбінесе аюға намаз үйреткен ағаш деген сияқты, бұны ағашпен үйретпейсің, бұны аштықпен үйретесің, тамақпен, етпен көбінесе. Диета ғой, диетаны сол қызық. Сосын жербеп отырады деп оқыдым мен бір жерде. Неге ырғаққа отырғызады. Ырғақпен сол көбінесе бүркіттер сол ырғақпен көбінесе. Сосын қасыған атқа шыққанда атқа алады да, қолға балдақ болады, белге балдақ салады. Балдақпен атқа соғады. Атқа соққанда осылай шайқатып, ырғақтың бір түрі дейді. Атқа бір күннің ішінде соқсаң, атқа соққаннан кейін бүркіт сынып қалады. Бүркіткеннен кейін үйреніп қалады, қолға әбден үйренеді. Бүргі оңай. Бүргі, конечно, әрін қолына қоймайды. Ақботаны үйретіп жатсыз ба? Ақботаны енді былтырдан бастап Ақбота қолға алып отыр бүркітті. Ақбота, сен нешінші сынып оқисың? 5-ші сынып оқимын. Аңға шығып жүрсің ба? Бір кезде әкеммен шыққам, бір 3-ші, 4-ші класста болғанда. Қазір болғанда бізді бітемені тегісті болғанбыз. Енді біз 2-ші күттен келдік, оларды үйреніп жатыр. Сол үшін мен атас даларға. Қашшы болғың келе ме сен өскен? Әкемнен үйреніп, бірінші күтті. Бұның алдында бүркіт болды ғой Дастан, иә? Иә, бұның алдында бүркіт болды. Ол мықты жақсы бүркіт. Ол тек қана енді вирусы бар, анасы бар, ауырып қалып. Табиғаты қоя берді. Апарасың ғой өзінің жерін, тұрғылықты шу жүрген жеріне апарасың. Өзінің ұясына, өзінің мекеніне, тауды мекеніне апарасың. Сол нәрсе шоқы деген жер бар өзі. Сен жалғыз соқсың. Иә, ораз шоқы, сол жаққа апарасың, сол жаққа апарғанда енді көбінесе бір тойдырасың онда тамаққа. Еркіндік кетіп, бәлақ болған шешіп, болмаған шешіп, әбден тамаққа тойдырып. Сонда мақсатыңыз қандай бұны ұстау? Енді атау, бабам өзіміздің хоббиіңіз ба? Жоқ, хобби емес, енді хобби дегенде хобби болса, көбінесе хоббилар қалталы адамдар ұстайды ғой хоббиді. Енді біздікі өзіміздің баяғыда атамыздан қалған дәстүр, осы таз ұстап. Тазының есімі қалай? Бұның есімі Көкжал. Аңға шығып жүр ме? Бұл 1,5-2 жасар. Бұл ауыз, осы жақта не бар? Оның бәрін алып тастаған тазы ғой. Дала тұра ма? Жоқ, құрып тұр. Далада қойшып қоямыз. Таңертең тамақ кешкіліктені дұрыс қойдырып отырып қояды. Күнгілікті не жоқ. Әлі ауызданған жоқ. Бір қарша қалды. Одан басқа енді ауызданған жоқ. Сол уақыт болмады. Сол кезде Қансонардың кезінде уақыт болмады шығатын. Осы төңіректе, осы біздің ауданда бар ма бір құттайтында, табыстайтында тағы басқа? Мынау Көкшетау облысында бар. Жолдас жігіттер ұстайды олар бүркітті.
Сейілбек деген құрдасым бар, міне Руслан деген бар. Көкшетау облысында ұстайды, ол жігіттер бәрі ұстайды. Құсты жақсы ұстайтын жігіттер бар. Тойға сұрайтындар бар ма? Тойға шығайық осымен деп. Бар Бизнес ондай ретінде адамдар. бастап көрмедіңіз бе? А. Бизнес ретінде бастап көрмедіңіз бе? Енді ол бұл құс енді бизнеске деп жаратылмаған нәрсе ғой. Томағамен тиіш отырады, томағасыз кішкене Иә. асаулы болады. Көз жанары да адамның кейбір адамдар сындыртпайды да көз жанары. Шынына келген кезде. Енді қызым қорқып жұместе несі жоқ, үйрене. Құрметті ағайындар, дастан міне Сердалин жалғыз бүркітпенен тазымен ғана айналысып жатқан жоқ. Қазақтың ұлттық өнері 5 қарудың біреуі қамшы өреді. Мынау терін қайысты өз сатып алмайды екен, өз илеп жатыр. Демек, қазақтың қара малының терісі далада шашылып жатпайды. Бұл үлкен еңбек. Ауылда тұрып осында кәсіп болып отыр. Дастан, қамшы алушылар бар ма? Шамалы, көбінесе үлкен кісілер, күннің үйінде үлкен кісі бар, сол жастарын айтады шығар, солар келіп алады. Әйтпесе бұлай жастар ала қоймайды. Көбінесе енді қызық айтады, алам деп кейбір жылқышылар нелер алмайды, бірақ енді көбінесе жоғалып қалады, шығып қалады деп қаншама сатып алдым деп обасын алмайды да, ертең жылқыға ұстам деген нақты сері деген жігіттер алады енді. Қай жақтан тапсырыс көп береді? Тапсырысты ана жолы Астанадан көп берді. Қанша қамшыға дейін сатасыз? Мысалы, мынау қамшы қанша тұрады? 15 мың тұратын олар. Мынау теріс, қайысты өзіңіз илеп жатсыз? Иә, қайысты өзім илеп аламын. Теріні қайдан аласыз? Терін енді ауылдың ішінде көбінесе көрші сояды. Бір сойып жатқан естисің енді. Көбінесе қара малдың терісі. мал сойып жатқан естігенде лебедкамен салып соған жетіп барады, сосын қара малдың бәрін терісін лақтырып кетті. Сол үшін сұрап аласың да. Кейбіреулер терін сыпырып жатқанда ерінеді да ұстауға. Тесіп жібереді да, қолын тығып алып соны етеді. Енді ол жарамайды ол тері. Ол тері жарамайды. Оны технологиясы қалай сонда? Қалай илейсіз теріні? Баяғыда ащылыққа айранға салып, қазір ондай соншама айран тауып алу қиын. Су. Химикат деген қосасыз ба? Химикат қойды, известкасы бар, уксусы бар, тұзы бар, ұны бар, соларды қосасың. Тері неше күнде дайын болады сонда? Теріні бір қара малдың терісін целиком илеу қиын. Оны екіге бөлесің. Оның аяқ жағын алып тастайсың, терісін, мойнын алып тастайсың. Теріні бірінші көгетін сыпырасың. Содан кейін малмаға тастайсың да. Малманы істеп, сол тастаған кезде күнде бір рет бұлғап отыру керек, әйтпесе ол химикат кейбіреулер жеп қояды терінің, сосын жарамай қалады тері. Мынау дойыр қамшы, иә? Мынау неше өлім? 10 таспа. 10 таспа. Бұның бағасы қанша? Бұның бағасы 20 мың. Көкпаршылар алады көп. Бұның заказ беріп қойды, бұл енді дайын, енді қолын дұрыстап істеу керек, бөлдіргісін дұрыстап істеу керек, сосын алып кетеді. Мынау неше өрім мынау? 8 өрім. 8 өрім мынау? Мынау 8 өрім. Бұл салт қамшылар, иә? Салт қамшылар. Мынау ше? Тоже 8 өрім, бұл қара былтырғы қайыс. Былтырғы қамшы, кішкене бас жағын қайсы кеміріп тастаған білмеймін еді, біреу кеміріп тұпты, қайтадан тошпалап қойды. Бір қамшыны өруге неше күн уақыт? Саптамай-ақ бір қамшыны өргенде 3 қамшы өру болады бір күннің ішінде. Саптамай-ақ. Саптаумен енді саптау кішкене қиындау болады. Тобылғын қыздырып, түзеп. Тобылғын қыздыру керек, иә? Тобылғын қыздыру керек. Қыздырып, майысқан тобылғыларды өзінің технологиясы бар, түзейтін. Тобылғыны түзеп, сосын саптауға болады. Кейбір тобылғылар келеді енді. Мен көбінесе заказ беремін, біздің жақта бұндай тобылғы жоқ. Бұл қай жақтан келеді сонда? Бұл Талдықорғаннан келеді. Талдықорғанда Бауыржан деген жолдас жігіт бар, үлкен кісі. Содан заказ беріп, салып жібереді. Сол Талдықорғанның тобылғысы бұл. Біздің жақта тобылғы бар дейді, мына қара қыстақта Көктаудың етегінде. Бірақ оған енді кіру қиын дейді, кіргізбейді. Сосын бармаймыз. Наспарктың жері ол. Иә, Наспарктың жері ол жерге кірмейміз. Тобылғының алғасын енді тоже бас жағынан бұтағын кесіп алмайсың, түп жағын аласың, осындай тобылғының ағаш бөлінбейді дейгесін, сосын аласың. Біздің тобылғы біздің жақта шамалы, Талдықорғанда енді қайын сияқты өседі ғой, біздің ақ қайын сияқты. Бұл сатып аласыз ба соны? Бұл бір штугы 1000 теңге. 1000 теңге.
Неше штук аласыз сонда? 20 штук, 10 штук, 15 штук. Қалай келеді сонда почтамен? Поштамен келеді. Ақбота, сен үйреніп жатсың ба мынаны? Қызық емес пе саған? Өру жақ қиын еді ол. Қиын болады. Қиын болады. Үйде өріп жатсыз, иә? Үйде. Онымен қоса арқан дайындайсыз. Арқан. Арқан дайындайсыз. Арқан дайындаймын көбінесе. Бұғалық, шалма, шпагат жіптен былтыр қайыстан өріп едім, ол кетті, ол енді сатылып кетті. Шалма. 12 метрлік. Егер мемлекет тарапынан сізге көмек болса, осындай қолөнерді дамытуға гранттар бөлініп, оның жағын байқап көрдіңіз бе? Жоқ. Ондай алмайсыз ба? Жоқ, алуға болады, просто оған жер керек, оборудованиесі бар, елейтін уақыт. Бұл көбінесе өте қоймайды. Жүген өресіз? Жүген өрем. Жүгеннің бағасы қанша? Жүгенікі 30 мың, 35 мың. Кербез енді 30-35 деп қоясың, бірақ түсіп қалады бағасы. Түсіріп алып кетеді алды. Алмайды да, сосын уже түсіресің, қайда барасың, түсіресің. Бұл сонда сіздің бір қосымша кәсібіңіз ғой, иә? Иә, қосымша бір нан табу. Артық нан табу енді. Астанаға қалай әкеледі? Астанаға тапсырыс бергенде индраевге салып жібересің. Жоқ, қалай тауып жатырсыз мысалы? Енді көбінесе әлеуметтік арқылы болады. TikTok, интернет, мысалға біреу сатып алады, сол арқылы кетеді да, сосын бір тойда бір жерде кездесіп қалып айтады ғой, содан бір қамшы сатып алып сүйретін көрсетеді. Сосын номерін бер дейді, кетеді солай енді. Бір-біріне хабарласып кетеді ғой бәрібір. Бұл өнерді қайдан үйреніп жүрсіз? Бала кезіңізден үйренген? Жоқ, бала кезімде үйренген жоқпын, енді бертін үйренген. Бертін емес, бала кезімде өретін, сондай қатты мықты өрмейтін енді. Білгенімше өріп қоятынбыз. Бірақ ондай ол кезде енді кәсіп қылып сатып нетпейсің ғой, қазір ғой енді. Ол кезде қайыз да көп болды, көбінесе өретін кісілер де көп болды. Бұндайды сату деген ол кезде болған жоқ. Шынына келген кезде. Тобылғы қандай қасиеті бар бұл? Тобылғының бір қасиеті, ешқандай ағаш тобылғы сияқты ағаш болмайды. Мына тобылғы ағаш ең көбінесе білуге болады, тобылғы екенін. Тобылғыға ұқсайтын ағаштар бар, итмұрындық бар, мойыл бар, неше түрлі ағаштар, қызыл ағаштар бар, тобылғыға ұқсай береді. Бірақ тобылғыны білу үшін, осындай кішкентай тобылғыны кесіп алып, суға түсірсең, тобылғы батып кетеді. Суға батып кетеді. Ешқандай тылсым дүние жоқ, оның өз бетімен суға батады. Қалған ағаштар судың бетіне тұрады. Қалқып болады. Қалқып кетеді. Қандай ауыр болсын, бәрі судың бетіне шығады, қалған ағаштар. Тобылғы судың түбіне кетеді. Қайыз тобылғы қиын, мына Семей-Полотенцеда қазір терілейтін завод болған, ол жабылып қалды, сол жерден бір-екі рет тері алып едік, ол жабылып қалды ол терінің. Ол жақтың терісі қалай? Ол жақтың терісі енді тоже химикат, бірақ тартылу, созылу суға езілмейді. Суға езілмейді. Мына тоже суға езілмейді. Мықты. Қайсы кәдімгі? Таза қайыс. Сол қарамалдық, мысалы, қайсының терісі мықты болады? Негізі қысқы тері мықты болады. Қалың, қысқы тері, жазғы тері жұқа болады. Сосын жазғы тері не болады? Тесік болады көбінесе. Өзінің құрт енді ұя салады ғой. Соны шағып тастайды, сол жарамайды. Қысқы тері енді мықты болады, қалың болады. Ондай тесіктер болмайды. Сосын сойған кезде асықпай барып сой жұтуға болады, бірге қасына жүріп. Енді алам деген тері алады. Теріні берем деген жігіттер болады, енді тегін берем деген жігіттер. Солардан барып теріні бірге теріс сыпырысып. Қыста да елей бересіз бе сонда? Қыста елемейсің, қыста елу қиын болады. Тұздап салып қойған тиіш. Көктемде сосын елу болады. Жазды күндері, иә? Жазды күндері жақсы. Жеңілді, жазды күндері елу. Қысты күні помещение керек, оған жылы жер керек. Оған терін елу болады, қойдың да терісін елу болады, ешкінің де терісін елу болады. Бәрін терін. Түлкінің терісілері өне толып тұр, түлкінің терілерін деді. 4-5 түлкі бар. Қораның ішінде 9 түлкідей бар, еленбеген терілген. Оның бәрінің уақыт керек, оған орны. Помещение енді үйге кіргізіп сасытып атпайсың оны. Ол үшін помещение керек. Мемлекет тарапынан жаңа помещение беруге сізге қолдау көрсетсе, істейсіз бе? Оны істеуге болады. Ауылдан жас балалар жинап, жас балалар не ұмтылады, осындай өргінге үйренгісі. Жас балалар жинап, мектептен телефонда отырған жоқ, осыны үйренген
үйретуге болады осыны өргізіп саптап енді түктеме қиындығы жоқ бұның. Әр адам ғой өзіне істеймін десе осыны істеуге болады. Түктеме қиындығы жоқ. Енді Астанаға барып келдіңіздер, иә? Домбыраны көп үйреніп жүрсің бе? 25 жылдан сентябрьдан бастап үйреніп отырмын уже. Оңай ма саған домбыра шерткен? Бірінші маған алаш деген бір күйді үйреніп жатқанда оны мен үйрене алмаймын, солай ойлап жүрмін. Сосын қалай ойнау керек екенін көріп, ол оңай екен деп солай үйрене бастадым. Енді интернеттен, тиктоктан бір шығармалар ма, өлеңдер ма, соны үйреніп жүрмін. Бір күй тартып берші бізге. Тарталасың ба? Болып жатыр екен. Осындай керемет домбыралар тоқиды. 8 қырлы бір сырлы ақбота қарындасымыз өсіп келе жатыр. Дастан мырза, мынау дойыр қамшы. Қазақ бұны неге қолданған? Қару ретінде қолданған ба? Қару ретінде қолданған ғой. Бұл кәдімгі сойыл сияқты, иә? Жаудың бетін қайтаруға. Көбінесе енді дойыр деп жай айтпайды ғой. Көбінесе енді шынына келген кезде қазақтың дубинкасы десек дұрыс. қазақтың дубинкасы. Дубинка ретінде қолданған. Қазір енді дубинка дейміз ғой, қазір бұрын енді қамшы болған, дойыр қамшы болған. Мынау Салт қамшы. салт қамшы, сәндік үшін. Сәндік емес, енді күнделікті атқа мінгенде қолданатын. Сәндік деген кезде ол күміс төледі ғой олар. Үйге қоюға. Қазақта сөз бар, бүлінгеннен бүлдіргі алма дейді. Бүлдіргі осы ғой. Бүлдіргі осы. Мына жері не дейді? Қолғабының өзі ұстайтын жері ғой. 5 тұтам болады, бұлар 5 жұдырық болады. Бұлай өші? Бұлай келік та бұлай. Мыналар ұзын мысалға. Оның өзінің технологиясы бар ғой, иә? Иә, ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам, қайда барасың? Тобылға, маған да бір бала келді. 5 тұтам болу керек та қамшының мысалы. Мыналарды енді осыларға қарап саласың ғой, бұрын солай істеген 5 тұтам қыла, қазір енді 5 тұтам қылмайды, бұлар өрімге ұзындығына қарап сөйтті да келтіріп. Мысалға мынанікі өзіне келіп тұр. Мына жерде, жалпы мына жерде қаншама қамшы жатыр. Осыған қанша ірі қараның несі терісі кетеді? Жарты теріде кетпейді да. Бірақ елеулі қиын енді, қолына қолға алмайды, сосын қарап отыру күнделікті. Күнде бір рет аударып отырасың, аударып оны қағып, тазалап, қайтаран салып, малмаңды бұлғап, қайтаран салып соға. Жұмысы әрине ауыр, бірақ кішкене иісі бар тоже. Сол кезден адамдар көбінесе елкен қалады, ой, иіс жаман, иіс кетеді адамдарды. Енді иіс деген болады, ол любой нәрсе жұмыста болады. Қандай жұмыс істесең де бәрінде иіс болады. Былтырғы жылы осы неше жыл болайын, қанша жыл болайын асып отқанымызда? 4-5 жыл болды. Қанша пайдасын айтпай ақ қойып, бір жылда қанша қамшы саттыңыз? Мен көбінесе сатпаймын, көбінесе подарить ететін ғой. Ал қазір енді уже сататын болды енді. Иә, өйткені еңбек қой, еңбек бағалану керек қой. Қазір неде бұл сатқасын орнына анау идиоскасын аласың, анасын, мынасын, химикатын алып сосын сатасың. Тойға мысалы шақырады сізді. Тойға қамшы алып барып сыйлық берген күніңіз болды ма? Жоқ, ондай болды. Құрметті ағайындар, егер қазір міне қазақтың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрінің бірі осы қамшы өру, бұны бүгінгі өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ, яғни жастар біле бермейді. Міне Дастан Сердайым осындай қамшыларды өріп, жас ұрпаққа үлгі көрсетіп жатыр. Бұл қамшы, қолында қамшын болса, құлсын, қолынан қамшы түссе құлсын деген қазақта сөз бар. Атамыз қазақ бұл қамшының да философиясы бар екен. Мысалы, құда түскен үйге бұрын қазақ қамшыны ұстап кеткен екен. Босағасын қамшысын қамшылып кеткен екен. Қазір сол салт дәстүрді ұмытып бара жатырмыз. Қазақтығымызды сақтау үшін, азаттығымызды сақтау үшін біздің қазақтың төрінде қамшы тұру керек. Сол ұмытылып бара жатқан дәстүрді қайта қолға алып, бүркіт ұстап, тазы ұстап, қамшы өріп, жүген өріп,
бұл тобылға біріншіден мықты ағаш, екіншіден тобылғы тұрған жерде жын шайтан жоламайды. Солай айтайын деп тұрмын. Жын шайтан жоқ. Жын шайтан жоламайды біріншіден, екіншіден тобылға мықты ағаш. Өте мықты ағаш. Біріншіден. Ең бірінші ағаш мықты ағаш енді біздің жақта Қазақстанда өсетін саксау ғой. Содан кейін тобылғы. Жатқан дастан ағамызға Алла нығмет етпесін. Міне бір қызын өсіріп, оны дайындап жатыр. Тек қана бұл кісіге мемлекет тарапынан қолдау беру керек. Қазір ауылға түрлі бағдарламалар бар. Мысалы, президенттің өзі Құмай тазыны бренд қылып жатыр. Бұл кісіні көбі біле бермейді. Алдағы уақытта білет деген ойдамыз. Әрдайым қолыңызға дерт бермесін Алла. Отбасыңызға аман, ошаққасыңыз аман болсын. Қамшы өру, қыран ұстау, тазы ұстау, жүген өру деген ол қазақтың бұрыннан келе жатқан қасиетті бір кәсібі, салт санасы.